Кайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгіннен бастап осы каналда сіздерді әлемнің саяси және әлеуметтік жаңалықтармен таныстырып отыратын мен Дастан Ташбаев. The African Voice'тың хабарлауы бойынша Оңтүстік Америкада KFC-ден күнде тегін тамақтанып кеткен жігіт сотталмақ. Ол күнде орталық офистен сапаны тексеру үшін келді деп қарнын тойдырып кеткен. Көрермендер бұл хабарды естіп, оны кейбіреулері мақтаса, кейбіреулері соған лайықты көріп отыр. Құрметті көрермендер, сіздерді басқа каналда көре алмайтын әлеуметтік және саяси жаңалықтарды осы каналда ешқандай тарапсыз және кемшіліксіз осы каналда көре аласыздар. Кеше елордасы Астанада, кешіріңіздер, елордасы Нұр-Сұлтанда кейінгі кездер елімізде букмекерлік конторалар, ломбардтар, қарызды айлыққа дейін пайызға беретін мекемелер және кредиттерді мойнымызға алатын банктер өте көбейіп кетті. Бұл мекемелер жастардың тек қана ақшасын емес, уақыттарын да босқа құртуға ең қолайлы жер. Алайда айлықты айдың аяғына дейін жеткізе алмайтын қарапайым халық не істесін? Бұл жағдайға кім кінәлі? Неге елімізде мешіт және кітапхана саны жеткіліксіз бола тұра, осындай жастарды улайтын мекемелер саны өте көбейіп кетті? Бұған кім кінәлі? Әрине өзіміз. Біз өзімізді ойлап кеттік. Жастарымызды ұмытып, өзіміздің көңілімізді ойлап кеттік. Жұмыста отырып, аптаның соңын күтеміз. Апта соңы келіп, сыртқа шығып кетеміз. Бұған керемет сылтауымыз бар. Заман өзгеріп кетті. Ал бұл заман өзінен өзгерген жоқ. Заманды біз өз қолымызбен өзгерттік. Соңғы 42 жылда жануарлар түрі 58%-ға азайып кеткен. Егер біз табиғатқа қарым-қатынасымызды дәл осылай жалғастыратын болсақ, арыстандарды тек қана мультфильмдерде көре алатын боламыз. Әлемге әйгілі блогер орманда қалай адасып қалмау туралы видео түсіріп жүріп, өзі адасып қалған. Келесі бағдарламамызда саяси партияның өкілдері өздерінің пікірлерін және халықтың жағдайы туралы өз идеяларын әділ және мәдени тәрізде бөлісетін болады. Құрметті көрермендер, кешірім сұраймыз. Біздің әріптестеріміз мемлекетімізде оппозициялық партия таппапты. Әрине бұл біздің қателігіміз. Біз олардың барлығына сенеміз және сенгіміз келеді. Ресейдің Самара қаласында 84 жастағы қария үйіне 9 қызбен бірге бірнеше жәшік коньяк алып, қырғын отырыс жасаған. Отырыс өте шулы өтіп, таңертең көршілер жедел жәрдем шақырған. Ақ халатты абзал жанды кісілер қарияны өмірге қайта алып келген кезінде бірінші сұрағы қыздар үйіне қайтып кетті ме болды. Порталдың хабарлауынша, қария отырысқа өзінің жаназасына жинаған 84 мың рубльді жұмсаған. Бұл сома теңгеге шаққан кезде 510 мың теңгені құрайды. Отырыс туралы естіген қарияның ұлы қатты ашуланып, мені де шақыруға болатын еді. Ал енді жаназасын сол қыздармен бірге өткізсін деді. Бізді өткен 2019 жыл бірде қайғылы оқиғалармен мұңайтса, бірде жағымды жаңалықтармен қуанышқа бөледі. Кіріп келе жатқан 2020 жылдан күтер үмітіміз көп. Сол армандарымыз орындалып, мақсаттарымызға жете берейік. Отбасымыз аман, еліміз тыныш, аспанымыз жарық болсын. Жаңа жыл құтты болсын.